Есімім Жасұлан, Қалибек Қуанышбаев театрының актерімін. 14 жылдан бері қызмет жасап келдім. Кинода қиын, театрда қиын, өзінше спецификасына байланысты. Театрда жалпы талантты адамдар жұмыс істейді. Талантты шыңдайтын еңбек. Жоқ, жалықтырмайды. Өйткені бір адамның өмірі, бір адамның психологиясы, ол мәңгі зерттеле беретін тақырып, сондықтан жалықтырмайды. Екі ай уақыт беріледі. Екі ай уақыт берілген кезде бірінші қолыңа қағаз ұстап, сахнада жүресің. Сол кезде негізі актерлардың көбісі мәтінді жаттайтын кезі ол сахнаға шыққан кезде жатталады. Қолыңа ұстап жүріп, жаңағы әрекетіңді жасап жүріп, әрекет арқылы мизансцена дейді. Жаңағы шығатын, кіретін, жүретін жолдарың арқылы текст жатталады. Ондай мәтінді ұмытып болатын тұстар болады. Робот емессің. Сондықтан көңілің алаңдап қалады, кейбір кезде есіңнен шығып кетеді. Ондай кезде қасында партнеріңа сенім артасың. Ойнатып жіберу керек міндетті түрде. Жаңағы ой деп шығып кетуге болмайды. Импровизация керек болады шығар ондай кезде. Жоқ, актердан негізі роль өзі таңдамайды театрда. Кинода да. Оны режиссер бекітеді. Және де сен оны шамаң жеткенше ойнап шығуға міндеттісің, ол сенің жұмысың. Бір арнайы есік болады деп болса. Жоқ. Рөлге кіргенде жаңағы айтып отырмыз ғой, ұзақ процесс болады. Режиссермен ақылдасу деген сияқты, актерлармен ақылдасу, психологиясын зерттейсің. Психологиясын зерттеу арқылы образ жасайсың. Жаңағы есік арқылы десең де. Жоқ. Шыға саласың ғой, негізі ондай қатты қиын емес. Негізінде бір түсінік қалыптасқан бір рөлге ену, содан одан ол шыға алмай жүрді деген ол менің ойымша кішкене профессионалдық жағынан дұрыс нәрсе емес. Ол ондай емес. Қалай кірдің? Қалай тез кірдің? Солай тез шығып кету керексің. Шыға аласың да. Ол қиын емес. Жалпы сұрағың сол жағы сол бір қиял әлемінде жүре бергің келіп қалатын кездер сияқты ғой. Жоқ, ондай болмайды. Міндетті түрде деп айтуға болмайды әрине. Бірақ енді мысалы мен өзім қатты бір биге жоқ адам, профессионалдық тұрғыдан айтқан кезде пластика дейді ғой. Дене пластикасы. Бірақ болса жақсы болатын еді. Плюс болатын еді. Актерға ол бір керемет плюс. Театрда бәсеке болу керек міндетті түрде. Міндетті түрде актерлардың арасында. Және де ол жақсы бәсеке болу керек. Бәсеке жоқ жерде, жалпы менің ойымша, оның ішінде театрның ішінде ол заңдылық. Бәсеке жоқ жерде өнер де тумайды, ештеңе де болмайды. Сондықтан әдемі, әділетті, өзің айтып отырған, әділетті, жақсы бәсеке болу керек, және де бар. Ол актердің өсуіне үлкен ықпалын тигізеді. Кедергі келтіргенде қалай келтіреді? Менің сөзімді ұмытып қаламау деген нәрсеге кедергі көп келтірмейді. Кедергі келтіретіні сенің өнеріңді тамашалауға келген кейбір көрермен этика сақтамайтындығы, керемет театрға келіп тұрып, телефонмен сөйлесіп отыратындығы, саған бір
немқұрайлы қарайтын сияқты сенің өнеріңе. Қазіргі тер төгіп, қан мен тер болып жатқан кезде телефонды зылдатып сөйлесіп отырған ана немқұрайлылыққа саған деген кішкене ашуланып қаласың. Әртүрлі істейміз негізі. Өтірік айтпай қойық, тек өнермен айналысып, қазір келесі екінші актында не болады, қалай істейміз деген сияқты. Ондай болмайды. Көбінесе біз темекі шегеміз деген сияқты, шаршап алсақ кішкене демалып жатып аламыз, терімізді сүртіп аламыз. Сондай. Әлемдегі ең үздік қойылым деп мынау деп айта алмаймын, негізінде, шын айтқан кезде. Көп қойылымдар бар. Үздік, әлемнің ең үздік деп аталатын, мысалы, әсіресе мынау Москвадағы Вахтангов театрларында Бутусовтың спектакльдері, Туминовтың спектакльдері бізді көрген, Крымовтың спектакльдері шығар. Содан кейінгі біздің театрда болмаса Қазақстан театрларында қойған бір жақсы спектакльдері бар. Оны шында әлемнің үздік спектакльдері деп Лондонға болсын, Еуропаға, Америкаға болсын алып баратын спектакльдер көп. Бұрын жас кезінде дегенде қазір қартайып тұрған жоқпыз ғой. Енді осыдан жастау кезінде, білмеймін не екен, Ромеоны ойнауды қатты қаладым. Одан сәл есейе келе Гамлетті ойнағым келді. Ол әрбір актердің арманы болатын. Ал қазір менде нақты мына рөлді ойнағым келеді дейтін арман жоқ. Ең бастысы ішкі қарама-қайшылығы мол, режиссері мықты, және де идея мықты болатын болса, кез келген рөлді ойнай беруге болады. Енді әсіресе спектакль жүріп жатқан кездерде қызықтар ғой. Бұрын кейбір кезде енді актерлар біз өзіміз жаңа келген актерларды спектакльді, мысалы қойып жатқан спектакльді көрмеген, білмейтін актерларды негізі қолына мылтық беріп болмаса қарып ұстап шығарып жүретініміз бар да. Ондайлар көп, қолына арқан беріп болмаса найзасын сахнада тұрған арқанға байлап тастап, ол қаша алмай қалады деген сияқты. Ондай қызықтар көп. Әсіресе күлкім келген жағдай болған менде. Ержан Нұрымбет деген актер бар, ағамыз үлкен, ағамыз. Бір сахнада ойнадық. Сол кешке болатын спектакль таңертең қайталап жаттық та. Сосын бір сахнасы бар, екеуміздің сахнамыз. Сол жерде ылғи бір кейбір сөздері күлкі шақырады да маған. Сосын мен Ержан ағаға айттым, репетиция болып жатқан кезде осы жер кішкене күлкі шақырады деп айта салдым. Болды, ұмытып кеткенбіз. Сосын кешке спектакльде дәл сол сахна ойда ештеңе жоқ, ойнап жатқанбыз. Сөйтіп ойнап жатып Ержан ағаның түріне қарап қалсам деп күлкісі келіп тұрды. Ал енді мен онсыз да күлкім келетін сахнада тұрып қалдық. Ол негізі түкті күлкінші сахна емес, мен түрмеде отырамын, ол кісі мен қалымды біліп келген ғой. Ана жерде деген жарты минуттай бір-бірімізге қарап деп қалдық. Содан текстімізді әрең айтып, күлкі аралас бірден айтып, сахнадан қаштық қой. Әрине киесі бар. Бүкіл актерлардан сұрасаң, солай деп керек. Ол киелі жер. Өмірде енді өмір сүресің ғой. Қай-қайсысы қиын ғой. Негізі көбісі ойлайды. Актерлардың өмірі өте керемет екен, мысалы, актер болу, әсіресе театр актері болу, кино актері болу, ойнап күліп, дегенін істеп, акаку-сакакумен шығып кетеді деп. Негізінде театр өнері өте қиын, өте қиын. Өмірі қалай қиын болса, театрда солай қиын. Кейде кетіп қалғың келетін кездері болады. Театр актері болу үшін ол міндетті түрде білімі болу керек. Тым болмағанда бакалавр, бір ұстаздан мектеп көру керек. Одан бөлек негізі актер деген жан-жақты адам ғой.
Өйткені сен театрға барған кезде кімді ойнайтыныңды, нені ойнайтыныңды білмейсің. Бәрін ойнауың мүмкін. Сондықтан мейлінше би, ән, барлық адам қай жағынан дами алады, сол жағынан дами беру керек. Кітап оқу міндетті түрде, интеллект міндетті түрде керек болады. Сондықтан өзіңізді қаншалықты қалай дамыта аласыз, солай дамыта беріңіз. Дәл солай миыңызды қалай дамытасыз, ішкі руханиятыңызды қалай дамытасыз, дәл солай дене мынау физика тұрғысынан алғанда жақсы дамыта беру керек. Сондықтан мен айтар едім, кітап, би, ән. Қазақпыз ғой негізі. Барға сабыр, жоққа риза күн көретін. Әрине біреулерден жоғары, бірақ негізінде алатын болсақ, шынына келетін болсақ, көңіл толмайды, өте аз жалақысы. Шетелде ондай жоқ, қой деймін. Мысалы, Брэд Питт, болмаса басқа да Леонардо Ди Каприо, Американың халық әртісі деген сияқты атақтар жоқ, олар тек актер. Леонардо Ди Каприо болды. Ал енді бізде посткеңістік мемлекеттерде ол сол мансап атақ турасынан алатын болсақ, атақ жағынан жай тарыдай болып кіресің деген сияқты, жай актер болып кіресіңді маңдайыңа жазып жатса, қазір енді президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев халық әртісін қайтадан жаңғыртамын деп отыр ғой. Сол тарыдай болып кіріп, маңдайыңа жазса, халық әртісі болып шығуыңа де мүмкін. Бірақ әрине енді негізінде өзіңді даму, жақсы актер болып, мықты профессионал болып қалыптасу, профессионалдық деңгейді түсірмей, мәңгі бақи алып жүру, мәңгі бақи 75 бол, мейлі 80 жастағы актер болып, ізденісті тоқтатпау, мен үшін ең керемет мансапты жол дейміз ба, қандай? Негізі сол. Бізде бір шекара жоқ. Біз шекара қоймаймыз. Белгілі түрде. Біз кейде өзімізден 30-40 жас үлкен актерлармен қатты қалжыңдаса береміз. Еркіндік бар. Кейде ішкі протестіңді өзіңнің өнерің арқылы шығарасың. Көрерменнің қошеметі, сол өзіңнің бір ізденіс, жалпы тұлға ретінде өзіңді тоқыратпай іздене беру деген сияқты 95% ұнайды ғой, әрине. Ұнамайтын нәрсесі жаңа айтып кеттім, жалақысы. Ұнамайтын жалақысы. Сосын кейде көп кедергісін келтіретін бізде график, жұмыс графигі, жұмыс кестесі бізде нормативті емес. Бізде 9-да кіріп, сағат 6-да шығып кете алмаймыз. Бізде 14-16 сағаттан жүріп өтеміз. Осы жағы қиын. Болашақ маманға беретін кеңесім, не үшін актер болғың келеді? Шын мәнінде соны ойланып алу керек. Жалпы әр нәрсеге дайын болып келу керек. Бұл жерде актердің өмірі тосын жағдайларға да толы болады, тосын эмоцияларға да толы болады. Сондықтан сен нақты шешіп, бел буып келемін дейтін болсаң, онда осындай жалақысы аз, уақытты көп алатын, кейбір кезде тіпті туған туысқандарыңмен араласа алмай қалатын, той-томалаққа болмаса жанұяңда болу керек кездерде бола алмай қалатындығың, және де сенің толық сарқылғанша жұмыс жасайын деп келу керексің ғой. Қазір өкінішке орай театр кино сияқты, болмаса шоу-бизнес сияқты трендтегі дүние емес. Ал театрдың берері көп. Сондықтан Шерхан Мұртаз айтты ғой деймін. Театр көбейсе түрме азаятын деген сияқты. Театрға келіңіздер. Thank you.